физиканың МКТ және термодинамика бөлімінің бағалау жұмысын бастап едік. Қазір екінші есебі. Есептің шарты 300 Кельвин температурадағы газдың көлемі берілген. Сол температураны 324 Кельвинге көтерсе, одан кейін 270 Кельвинге төмендетсе, осы газдың көлемі қандай болатынын табуымыз керек. Газдың қысымы тұрақты, бірақ берілгендерін сол бағанға жазайық. Міне жазып отыр. Бірінші температура Т1 300 Кельвин, көлемі, алғашқы көлемі В1, одан кейінгі температура 324 Кельвин, одан кейінгі температура 270 Кельвин. Қысым тұрақты. Қысым тұрақты деген ол изобаралық процесс деген сөз. Яғни газдың көлемі және температурасы өзгереді. Қысымы тұрақты. Мұндай процесті изобаралық процесс дейді. Яғни біздің қарастыратынымыз ол изобаралық процесс. Әрине, бір ескеріп өтуіміз керек. Осы процесс барысында газдың массасы өзгермейді. Масса ол да тұрақты. Міне екінші температура мен үшінші температураға сәйкес келетін көлемдерді табуымыз қажет. Әрине, изобаралық процестің теңдеуін бірден жазып, сол жерден ары қарай шығарып кете беруімізге болар еді. Мен енді негізгі теңдеуден бастап көрсетейін деп тұрмын. Идеал газ күйінің теңдеуі деген бір маңызды теңдеу бар. Басқаша ол Менделеев-Клапейрон теңдеуі деп аталады. Сол идеал газ күйінің негізгі теңдеуінен бастап көрсетпекшімін. Сол теңдеудің қолдануы қалай болатын, қалай тиімді қолдануға болатын сол теңдеуді көре кетсек деп отырмын. Сол себепте міне газдың үш күйіне арнап идеал газ күйінің негізгі теңдеуін үш рет жазамыз. Бірінші температура Т1 болған кезде, екінші температура Т2 болған кезде, үшінші температура Т3 болған кезде. Температура өзгергенде сәйкесінше көлемді өзгеріп отыр міне. В1, В2, В3. Температура өзгерсе, көлемді өзгеріп отыр. Бірақ қысым тұрақты міне. П1, П2, П3 емес, П. Ол қысымның тұрақты екендігінің белгісі. Әрине, үш жағдайда да бір газ қарастырылып отырғандықтан, жалпы масса тұрақты, газдың малярлық массасы тұрақты, және R универсал газ тұрақтысы, әрине ол енді болса болмаса тұрақты. Ары қарай қалай шығарамыз дегенде, біз мынандай бір әдісті қолданайық. Бірінші теңдеуді екінші теңдеуге бөлейік міне. Сол жағын сол жаққа бөлеміз, оң жағын оң жаққа бөлеміз. Бұл бір өте тиімді әдіс. Бұл әдісті үйреніп алған өте пайдалы болады болашағы. Мүмкін осы әдісті көрсету үшін де мен түпкі идеал газ күйінің негізгі теңдеуінен бастап отырмын мұны. Бірден изобаралық процестің теңдеуін жазбастан. Біз изобаралық процестің теңдеуін осы идеал газ күйінің негізгі теңдеуінен өзіміз шығарып аламыз. Осыны көрсетейін деп отырмын. Өйткені кейін көптеген есептерде бұл пайдалы болады. Мән беріп қарау керек жақсылап. Ал енді бөлген кезде бірінші теңдеуді екінші теңдеуге қысымдар қысқарып кетеді. Өйткені олар бірдей. Масса, малярлық масса, R тұтасыменен қысқарып кетеді. Міне, мынау қысқарады, мынау. Яғни қажеті жоқ. Артық шамалардың барлығы қысқарып кетеді міне. Міне теңдеуге бөлудің бір пайдалы жері, артық қажет емес шамалардың барлығы қысқарып кетеді. Осыдан біз нақты изобарлық процестің теңдеуін аламыз міне. В1-дің В2-ге қатынасы Т1-дің Т2-ге қатынасына тең болып шығады. Бұл изобарлық процестің теңдеуінің бір түрі. Газдың екі күйіне арналып жазылған изобарлық процестің теңдеуі бұл. Бұл теңдеу нені білдіреді дегенде, қарап отырсақ міне, теңдеудің пропорцияның екі жағында да алымында В1, Т1 көлем мен температураның индекстері бірінші. Бөлімінде де көлем мен температураның индекстері екіге тең бірдей. Бұл көлем мен температураның тура пропорционалдығының белгісі. Яғни изобарлық процесте көлем температураға тура пропорционал. Көлем артса, температура артса, көлемде артады. Температура төмендесе, көлемде төмендейді. Оны мына қасымыздағы суреттен де байқауға болады міне.
300 Кельвинде көлем V1 болып тұр міне. 300 Кельвинде V1 болып тұр. Ал температура жоғарылап еді. 324 болып. Көлем де үлкен болып кетті. Міне көлем үлкен болып кетті міне. Өйткені температура артты. Кейін температура 270 Кельвинге төмендеп еді. T3. Онда көлемде кішірейіп кетті. Міне көлемде кішірейіп кетті. Яғни сызбадан көріп тұрғанымыздай, изобарлық процесс кезінде көлем тікелей температураға тура пропорционал. Ал енді осы изобарлық процестің теңдеуінен біз бірден пропорцияның қасиеті бойынша екінші көлемді таба саламыз. V2 тең V1 T2 бөлінген T1-ге. Немесе бір көзге түсініктірек көріну үшін мынандай түрде жазуға болады. Яғни V2-ні бізге қажетті T1 T2 және V1 арқылы есептеуге формуламыз дайын. Ал V3-ті табу үшінші. V3-ті табу үшін енді бірінші теңдеуді үшінші теңдеуге бөлеміз бағанағыдай. Бірақ оны істеп жатпаймыз, өйткені тура мынау осындай процесс болады. Сондықтан V3-ті V2-ге қарап бірден жазасақ болды. Сондағысы T2-ні T3-пен ауыстыра саламыз болды, бітті. Сонда V3-ге қатысты формуланы бірден жазуымызға болады мені. Әрине, уақыттан ұту үшін істеп отырмыз bunu. Болды, бізге қажетті екі көлемді сан мәндерді қойып есептей саламыз. Ол міне көрініп тұр. Қиын есептеулер емес. Екі көлемнің сан мәндері шыға келеді. Метр кубпенен. Яғни есептің жауабы міне дәл осындай. Есеп шықты.